Мына бірінші положение. Қолды былай қойып, аяқты мына екеуін бірге қойып, жауырынды айырмай жерден жайменде басықпай екі жаққа жауырынды жерден айырмайсыз. Егер бір жаққа қарай істегенде ауыратын болса, сол ауырғанға дейін өзіңді қинап керек жоқ. Мына жерден ары қарай ауыратын болса, онда осы жерден тоқтау керек. Чуть-чуть тек ауырғанға дейін жеткізіп, сосын ауырмайтын жаққа қарай жасай беріңіз. Тек жай асықпай. Сосын аяқты созып қойып, кезек аяқты түсір. Міне былай. Өкшені өзінен тартасың да, аяқтың ұшын өзіңе қарай. Кезек. Сосын келесі аяқтың. Өкшені итересің, аяқтың ұшын өзіңе тартасың. Сонда арқа созылады. Бұл жерде де егер қатты ауырып нетіп атса, қинап атса, сол ауырғанға дейін істеу керек. Бірақ постоянно істей берген арқылы ол сол орнына келеді. Сосын міне былай. Екеуін бірге. Асықпай, былай бүйтіп істеп керек жоқ. Жай былай асықпай. Арқаны сезіп істеу керек. Сосын аяқты бүйтіп көтеріп көру керек жаймен деп түзу. Ауырғанға шейін. Егер ауырмайтын болса, көтере бер. Онда асықпай. Кезек. Бірінші бір аяқ, сосын екінші аяқ, сосын екі аяқты. Сосын мені былай да істеу болады. Жауырынды айырмай. Былай қойып істеу болады. Сосын келесі жаққа. Мынау екінші позиция. Осылай тұрып, төрт аяқты. Қол иықтың астында. Тізе өкшенің астында ровно. Сосын міне вдохе, выдох. Басты төмен. Вдохе басты көтеріп, үшті түсіресің. Выдох. Вдох. Выдох. Сосын міне былай. Сол қолмен оң аяқ, оң қолмен сол аяқ. Üstüman altılı gerek. Енді тағы да жатып, қолды былай қойып, сосын мына арқаны созып. Оң аяқ, оң қолды мысалға созасың, сосын сол қол, сол аяқ былай созасың. Сонда созылады. İşte. Солай. Және бүйтіп бас көтеріп көруге болады. Сосын міне былай. Енді ол қиындау болуы мүмкін. Бірақ егер жасатса, жасап көру керек.
тек байқау керек, жасалына ма жасал. Вообще барлық упражнениялерді байқап істеу керек. Бірінші жаймен де жасап көру керек. Егер жасатса жасау керек, жасатпаса онда басқа варианттарды қарап. То есть соған тіреп қойып, сол осы бана көрсеткен варианттың ішінде бір екі-үшеуі нең болмағанды алып, сосын соларды жасай беру керек те, сосын біртіндеп қалғандарын қоса беру керек. Сонда уже бірталай күш болады. Және оны қайта жасай беру керек. Сосын мынау көпшікті аяқтың астына салу керек. Сонда аяқ бүйтіп көтеріліп тұрса, белге салмақ асып түседі, практически түспейді. Сосын мынаны валик жасайсың, мойынның астына салып қоюға болады. Немесе мында салып болады. Бірақ бұл жерде ауыртуы мүмкін. Егер ауыртып шыдатпай баратса, онда керек жоқ. Сол керек. Мына осылай жатасың. Главное мойынның астында. Мына осылай жату керек. Сонда белге не болып аз салмақ түседі. Бел демалады. А егер қырынан жатуға болады, онда көшікті былай саласың. Мына аяқ былай бет төмен түспеген жақсы, желательно осылай болған жақсы. Сонда мына ровно болады. Сосын мына мойынға да былай валик қою болады, немесе көпшік қою болады. Былай ұстап бас ровно болу керек, мына омыртқамен. Мына қырынан жатқанда осылай жатасың. Соққалап жатқанда былай аяқтың астына көтеріп болады. Етпетінен жатуға болмайды. Тек тренировка жасағанда болмаса, етпетінен егер арқа жасатса, онда жатып былай кезек аяқты көтеріп болады. Ол өте жақсы. Сосын кішкене былай денені көтеру керек. Сосын былай бет екеуін көтеру болады. Аяқ қол болады. Әрине жасатса, ауыртпаса. Егер аз ғана ауыратын болса, онда жасай беру керек. Егер қатты ауырса, онда керек болса. Көшір ме? Көшір саған.